еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі жұмысынан айырылған қазақстандықтар өз төлемдерін екінші мәрте қашан алатынын хабарлады. Мемлекеттік органның баспасөз қызметі әрбір төлем алушының ақшаны алу күні әрқайсысына бөлек екенін мәлімдеді. Егер азамат бірінші төлемін 6 сәуір күні алса, екіншісін бір айдан кейін, яғни 6 мамыр күні түседі. Мәселен, ақшаны 20 сәуірде алғандар екіншісін 20 мамырда алады. Алайда бұл жағдай төтенше жағдай режимі созылса ғана іске асырылмақ. Төлемдерді беру есебі төтенше жағдайлар режимі енгізілген мерзім бойынша емес, ақша тағайындалған күннен бастап әрбір азаматқа бөлек жүреді. Тіпті төлемді наурыздың соңында алғандарға айдың 10 күніне емес, ең аз айлық төлем мөлшерде төленеді, деді еңбек министрлігінің баспасөз хатшысы Александр Кононец. Оған қоса 11 мамыр күні төтенше жағдай режимі ұзартылмаса, жәрдемақы тағайындалғандар оны 2 рет қана ала алады. Мамыр айы бойынша төленбейтін болады. Ведомствода 42.500 теңгені беру тәртібін түсіндірді. Ережеге сәйкес төлем тек бір рет қана тағайындалады. Яғни оны алу үшін құжаттарды тиісті органға бір мәрте ғана өткізу керек. Төтенше жағдай режимі кезінде әлеуметтік көмек тағайындалған адамдар қалған айлар бойы оны проактивті форматта алмақ. Сол себепті құжаттарды қайтадан өткізудің қажеті жоқ. Министрліктің баспасөз қызметі бүгінде әлеуметтік сақтандырудың мемлекеттік қорынан 4.478.000 төлем жүзеге асырылғанын мәлімдеді. Олардың 3.734.000 наурыз айында, 744.000 сәуірде төленеді. 42.500 теңгеге 8 миллионнан астам адам ұсыным түсірген. Олардың 3.400.000 оқиғасында төлем берілген жоқ.